Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте үлпілдек болып, жұп-жұмсақ болып шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ, осындай үлпілдек болып тұрады. Бауырсақты дайындау үшін біз қамырымызды илейміз. Ол үшін жылы сүтімізге тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды қосып араластырып аламыз. Кейін араластырғаннан кейін оны 15 минутқа қойып қойсаңыздар да болады. Бірақ қоймайда бірден илеп кетсеңіздер де болады. Бірақ 15 минутқа қойсаңыздар кішкене ашытқысы ашып көтеріледі. Оған және де жұмыртқамызды қосып, және де 10 грамдай, яғни 2 ас қасықтай майонезіңізді қосып жіберіп араластырасыздар. Араластырғаннан кейін суымызды қосып тағы да араластырасыздар. Кейін араластырып болғаннан соң оған ұнымызды қосып, бір келкі қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аласыздар. Илеп алған осындай қамырымызға сұйық майымызды қосып, әрі қарай тағы да кішкене әбден сұйық май сіңгенше илейсіздер да бетін жауып, бір жарым сағатқа көтерілуге қоясыздар. Көтерілген қамырды бір келкі етіп жайып аласыздар, және де жайып алғаннан кейін дөңгелекше етіп кесесіздер. Видеодағыдай дөңгелекше етіп кесесіздер. Және де оны тағы да жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағаттан кейін көтерілгеннен кейін қызып тұрған майда осылай төңкеріп, яғни астына қарап тұрған жағымен төңкеріп аударып қуырып аласыздар. Өте керемет үлпілдек болып, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.